Саламатсыздар ма? Бүгін біз emails.com сайты арқылы жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші жұмысымыз ол Google аккаунт арқылы аккаунтымызға кіру болып табылады. Яғни жоғарыдағы логин деген батырманы басу арқылы өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз. Болмаса сайын деп батырмасын басу арқылы өзіміздің жаңа аккаунтымызды құрастырамыз. Енді өзімнің Google аккаунтынан кірейін. Мінекей өзімнің аккаунтына кірілді. Енді жұмысты бастау үшін Start Now деген батырманы басамыз. Мінекей мынандай терезе шықты. Енді бұл бағдарламада презентацияларды құру қиынға соғады. Сол себептен бірінші өзіміздің PowerPoint-тағы презентациямызды дайындап алғанымыз жөн болады. Яғни өзіміздің дайын презентациямызды осы сайтқа салып, анимацияланған презентацияны аламыз. Мысалы, шаблондарын көру үшін мына Create батырмасын басып, әртүрлі шаблондарды көріп шығуға болады. Шаблондардың шетінде қызыл белгі болса, ол ақылы деген сөз. Сол себепті белгісі жоқ шаблондарды таңдаймыз. Мысалы, мінекей бір шаблонды ашып көрейік. Мінекей шаблон ашылды. Оңға жылжыту батырмасы арқылы келесі беттерін көре аламыз. Мінекей осындай анимацияланған презентация. Осы секілді басқа шаблондарды көріп шықсақ болады. Яғни өзімізге қажетті бір шаблонды таңдап қоямыз. Мысалы, Education деген бөлікке кірдім. Virtual School деген шаблонды таңдайық. Мінекей осы шаблон сабаққа жарайтын секілді. Енді осы шаблонды осы сайт арқылы жөндеу үшін Edit деген батырманы басу арқылы жөндей берсек болады. Бірақ өзіміздің дайын презентациямызды жүктеу оңайға соғады. Сол себепті мінекей Import PDF не болмаса PPT файл деген басамыз және ішіне өзіміздің файлымызды жүктеп, қажетті шаблонымызды басамыз. Мінекей Virtual School таңдаған болатынбыз. Енді загрузканы күтеміз. Біздің файл жүктеліп жатыр. Мінекей біздің файл жүктелді дейді. Continue батырмасын басамыз. Не болмаса My деген папканы ашу арқылы өзіміздің дайын анимацияланған презентациямызды аша аламыз. Мінекей мен жаңа абай туралы презентацияны жүктеген болатынмын. Мінекей ішінде шамалы қателіктер болыпты, ештеңе етпейді. Бұны қазір біз Edit батырмасы басу арқылы жөндеп шығатын боламыз. Мінекей оңға жылжытамын. Абай Құнанбаев презентациясы анимацияланды. Енді бұл бағдарлама онлайн жұмыс жасайды, яғни офлайн түрде сақтап алу үшін ақылы түрде жұмыс жасайды. Сол себепті осы бөлігін запись экрана жасап алсақ болады. Болмаса ссылка арқылы онлайн жұмыс жасай берсек болады. Мінекей енді ссылкасын алу үшін Share деген батырманы басамыз. Және мінекей Link деген батырманы басу арқылы өзімізге ссылкасын жүктеп алсақ болады. Енді ішіне қателіктер жөндеу үшін Edit батырмасын басамыз. Мінекей мына жерде сөздер қайталанып кетіпті. Бұларды өшіріп, Абай Құнанбаев деген жазуды жазып қана қояйық. Бұларды өшіріп, Абай Құнанбаев деген жазып, жазудың түсін, шрифтін барлығын өзгертуге болады. Мінекей жазып, шрифтін түсін барлығын өзгертіп шығайық. Соңында Save батырмасын басу арқылы қайтадан сақтап қоямыз. Және Share батырмасы арқылы өзімізге сілтемені қайта аламыз. Назарларыңызға рахмет.